Достар, сіздермен Fortress of History каналы. Бүгін Хосе Рамадан атты азамат туралы айтамыз. Жайғасып отырыңыздар, каналға жазылып қоңырау басып қойыңыздар. Ал ондаша кеттік. 16 жастағы испандық Хосе Рамадан жекпе-жек өнерін қатты сүйді. Ол пышақтар, қылыштарды коллекционировать еткенді жақсы көрді. Және де мистикалық ойындарды жақсы көрді. 2000 жылы 1 сәуір күні азанда үйіндегілердің бәрі ұйықтап жатқанда Хосе Рамадан жапондық қылышты, яғни катананы алып туған әкесін 10 рет қылыштады. Басқа бөлмедегі жатқан анасы мен 9 жасар даун аурумен ауыратын қарындасына барып оларды да өлтірді. Ол олардың бірнеше саусақтарын шауып, кейін мачетамен өлтірген. Содан кейін Хосе Рамадан таза киім киіп, кішігірім ақша алып үйден шығып кеткен. Оның айтуы бойынша ол бұрыннан бері жеке тұрғысы келген. Ол бірнеше рет оқуын тастап үйінен кеткісі келген. Оған әкесі қарсы болған. Содан кейін ол осындай жауыздыққа барды. Абақтыға алған кезде ол ерекше бір сезімді қаладым деді. Қарындасын неге өлтірдің дегенге, оны мен қиындықтан босаттым деген. Ата-анасының айқайын естіген көршілері полицияны шақырған. Басқа ақпаратқа сенсек, ол өз досына қалай өлтірген туралы айтады. Досы полиция шақырған. 2 полиция көлігі келіп есікті қағады. Ешкім ашпаған соң терезеден еденде қанның көптігін көріп үйге кіреді. Кірген кезде 3 мәйіттің жатқанын көреді. Бұл Санта-Роза көшесі Мерсия қаласында, Испанияда болған. Әкесі мен қызы ваннада, анасы төсекте болған. Олардың денелерінде көптеген кесілген жерлер болған, әсіресе беті мен қолдарында. Әкесінің жарақаттарын суреттеуге сөз жетпейді. Полиция қызметкерлері катана, мачете тағы басқа қаруларды үйдің ішінде тапты. Көршілердің айтуы бойынша мәйіттерді полиция алып кетіп жатқанда Хосе Рамадан жақын жерде болған. Және полицияны көрген Хосе ол жерден қашып кеткен. Кейін сол көшені бүкіл халық жауып қалды. Өйткені бұл отбасы елге танымал болған. Әке-шешесін бүкіл көше білген және құрметтеген. Туыстарының айтуы бойынша ол балада отбасында немесе материально ешқашан проблема болмаған. Басқа адамдардың айтуынша әкесі Хосе пышақ, қылыштар сатып алғанда үлкен қарсылық білдірген екен. Хосе Рамаданды іздестіру басталды. Қала бойынша суреттерін таратты. Оны 2 күннен кейін ұстап алды. Жанармай құю станциясындағы сатушы түрін танып полицияға қоңырау шалады. 1 маусым 2001 жылы соттың үкімі бойынша Хосе Рамадан 51 жастағы әкесі Рафаэль, 54 жастағы анасы Мерседес, 9 жастағы қарындасы Марияны өлтірді деген айыппен 6 жылға соттады. Ол 7,5 жыл түрмеде отырып шыққан. Арасында түрмеден қашуға да әрекет еткен. Қазір кезде ол үйленген, қызы бар. Биржада брокер болып жұмыс атқарады. Ол арасында шіркеуге баратын айтады. Және де ол енді бұрынғы Хосе еместігін жеткізеді. Ол туралы документальный фильм түсірілген. Ол фильмнің аты «Мен қылмыскермін». Ол фильмде Хосе Рамаданның түрмеге түскеннен кейін өмірі туралы айтылады. Және қаншалықты өзгергені туралы. Менің ниетім елге өзгеруге болатын туралы жеткізу. Мен өзгердім, деп Хосе Рамадан айтқан. Қалай ойлайсыздар? Соншалық адам өзгеру мүмкін бе? Және ол отырған 7,5 жыл аз емес пе? Менің ойымша бұндай адамдардың түрмеде шіруі керек.